Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, құрметті менің тыңдаушыларым. Бүгін мен өзімнің арнамда біраз мәселелерді талқылаймын. Біріншіден, менің арнама тіркеліп лайк басу және қоңырау басу ұмытпаңыздар. Қазіргі уақытта біздің мемлекетімізде көп шаралар өтіп жатыр. Осы наурыз айында бірінші біздің президентіміздің қатысуымен 4-ші халық құрылтай өткізілді. Сол құрылтайда көп мәселелер көтеріп жатыр. Осы мәселелер келешекте өзінің шешуіне келеді. Осы наурыз айында көп мереке күндері өтіп жатыр. Бүгінгі наурыз мерекемізді барлығы шын жүректен құттықтаймын. Көп мәселелер, іс-шаралар біздің облыстарда өтіп жатыр. Бірінші айтуға болады, бұл Ақмола облысының Көкшетау қаласында 2000-дай біздің ана әжелеріміз ақ кимешек киіп челлендж жасап жатыр. Келесі айтуға болады, Атырау қаласында ұлттық киіммен 5000 адамдар шыққан. Петропавл қаласында облыстың әкімімен қатысуымен үлкен мереке, наурыздың мереке той өтіп жатыр. Барлық халықтар осы тойға қатысып жатыр. Осыған қарасақ, біздің келешекте тек қана біздің мемлекетіміз, біздің ұлтымыз ешқайда кетпейді, мәңгілік болады. Қандай біздің жаулар болған қазіргі уақытта біз көріп жатырмыз. Қазақ арасынан жаулар шығып жатыр. Мемлекетімізге ешқандай кедергі жасалмайды. Негізі біз мықтымыз, біз мықты халықпыз. Барлық тарихта қарасақ, қазақ арасында жаулар болған. Қазақтың ұлттың, қазақтың мемлекетке кедергі жасайтын адамдар, олар қазіргі уақытта бар. Оларға қарамай біз өзіміздің мемлекетімізді дамытып, біздің президентімізбен бірге осы жаңа Қазақстанды жасайық. Құрметті қазақ елі, құрметті менің тыңдаушыларым, барлықтарыңызға осы біздің наурыз мерекеміз жақсылықпен өтсін. Барлыққа тілеймін зор денсаулық, ашық аспан. Біздің мемлекетіміз мықты, келешекте мықты ел болсын. Осы ораза айында ораза ұстаған біздің ағайындарға қабыл болсын. Алладан қайтсын. Сау саламатта болыңыздар.